Қытай 21 ғасырдың ең ықпалды және қуатты мемлекеттерінің бірі. Оның экономикасы әлемде екінші орында тұр. Халқы 1,5 миллиардқа жуық, технологиясы, әскери қуаты, геосаяси ықпалы күннен күнге артып келеді. Бірақ Қытайда құлауы мүмкін бе деген сұрақ жиі қозғалады. Бұл сұрақты сарапшылар, экономистер, саясаткерлер де талқылап келеді. Ендеше осы тақырыпқа тереңірек тоқталайық. Қытай қалайша құлауы мүмкін және бұл қашан болуы ықтимал? Бірінші, экономикалық қиындықтар. Қытайдың соңғы 40 жылдағы ғажайып экономикалық өсімі баяулай бастады. Соңғы жылдары байқалған бірнеше маңызды проблема бар. Жылжымайтын мүлік дағдарысы, Evergrande және басқа алып құрылыс компанияларының банкротқа ұшырауы нарықтағы сенімге соққы болды. Қарыз жүктемесі. Қытайдың ішкі және жергілікті үкіметтерінің қарызы өте жоғары деңгейге жетті. Жастар арасындағы жұмыссыздық. 2024 жылы Қытайда жастар арасындағы жұмыссыздық рекордтық 21%-дан асты. Бұл ел болашағына деген сенімге кері әсер етеді. Демографиялық дағдарыс. Қытайда халқының тез қартаюы үлкен қауіп. Бір бала саясатының салдарынан бүгінде жұмысқа қабілетті халық саны азайып жатыр. Егде жастағыларға қаражат бөлу қажеттілігі артуда. 2050 жылға қарай Қытай халқының 30%-ы зейнет жасында болады деп күтілуде. Бұл факторлар ел экономикасына ұзақ мерзімді кері әсерін тигізуі мүмкін. Үшінші, ішкі саяси тұрақсыздық. Коммунистік партия Қытайда толық бақылауға ие болса да, халықтың наразылығы да аз емес. Кейбір себептер: цензура мен еркін сөзге шектеу. COVID-19 пандемиясындағы қатаң локдаундар халық наразылығын күшейтті. Төртінші, халықаралық оқшаулану қаупі. Қытай батыспен технологиялық және сауда салаларында үлкен бәсекеге түсті. Америка мен Еуропа Huawei, TikTok секілді компанияларға шектеулер қойды. Тайваньға байланысты әскери шиеленіс күшейіп келеді. Бір белдеу, бір жол жобалары арқылы қарызға батқан елдер Қытайдан алшақтай бастады. Бұл геосаяси қысым Қытайдың экспорттық экономикасына кері әсер етуі мүмкін. Қытай қалай құлауы мүмкін? Құлау сөзін шартты түрде түсіну керек. Қытай бүгін ертең құламайды. Бірақ мынандай сценарийлер болуы мүмкін. Экономикалық құлдырау, өсім 0 немесе теріс мәнге түсуі, банк жүйесінің дағдарысы, валюта девальвациясы. Әлеуметтік толқулар, халықтың наразылығы ұлғайып, жаппай ереуілдер мен бас көтерулер. Бөлініс, орталық биліктің әлсіреуі аймақтық автономиялардың күшеюіне әкелуі мүмкін. Мысалы Гонконг, Тибет, Шинжаң. Қашан құлауы мүмкін? Қытайдың құлау мерзімі туралы нақты айту қиын. Бірақ егер экономикалық өсім тоқтап, жұмыссыздық күрт артса, халықтың табысы төмендесе, әлемдік нарықтармен байланысы үзілсе, онда 2030 бен 2040 жылдар аралығында Қытай дағдарыстың шегіне жетуі мүмкін. Қорытынды. Қытай алпауыт мемлекет, бірақ ол да осал. Экономикалық қиындықтар, демографиялық дағдарыс, ішкі саяси шиеленістер мен халықаралық қысым оны әлсіретуі мүмкін. Алайда толық құлау міндетті емес. Бұл елдің тағдыры оның реформаларға ашықтығына, халықтың қолдауына және әлемдік сахнадағы ақылды саясатына байланысты. Қытай құлайды ма жоқ па? Бұл уақыттың және Қытай басшылығының дұрыс шешім қабылдауына байланысты. Осындай геосаяси сараптамалық жаңалықтар ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.